Барыңыз, ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге мен блогер Бекзат. Достар, видеода біз телефон қатып жатса не істеу керек? Сол жөнінде айтатын боламыз. Достар, көп сөйлемейміз, ендеше кеттік. Достар, үшін бізге настройка кіреміз. Настройка кіргеннен кейін мына жерде для разработчик деп тұрады. Для разработчик дегенге кіргеннен кейін достар, ESUP дейтінді қосып қоймаңыздар. Сіздерде бүйтіп қосылып тұруы мүмкін, бірақ оны өшіріп тастаңыздар достар. Себебі, мысалы сіздерде компьютер білетін адамдар сіздің телефондарыңызды ішінде не болып жатқанын бәрін көре алады достар. Сондықтан бұны өшіріп қоясыздар. Одан кейін мынаны 64 килобайтқа қоямыз. Одан кейін мынада анимация без анимация қоямыз достар бәрін. Міне бәрін без анимация. Достар, осының бәрін без анимация қойып, иллюминатор дополнительный экран деген сізде 480p деп тұруы мүмкін. Соны нетке қоямыз. DPI-ді өздеріңіз білесіздер, GPU ускорение. Сіздер мысалы Free Fire басқа да ойындар ойнайтын болсаңыздар, осы GPU ускорениені қосып қойыңыздар. Ал болғаннан кейін өшіріп қоюды ұмытпаңыздар достар. Мынаны да қосып қойыңыздар достар, 4x мысса дейтінді. Одан кейін достар, жүреміз. Болды достар. Одан кейін достар, телефонға тағы бір қататыны, яғни памяттан да болады достар. Памятты міндетті түрде тазалап отырыңыздар. Очисти 92 мегабайтта тазалап отырыңыздар. Озу дейтінді тазалап отыру керек достар. Мұны тазалап отырасыздар. Тазалап отыру керек достар. Сосын достар, на фонға достар қара фон қойыңыздар достар. Телефондарыңыз қатпайды және зарядтарыңыз жай кететін болады достар. Андай түрлі түсті светі барларды қоятын болсаңыздар, телефоныңыз заряды азайып, память толы телефоныңыз қара бастайды достар. Достар, пайдам тисе лайк, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған мен блогер Бекзат. Давайте.